Assalamualaikum, hürmetli görürmenler. Kaldarыңыз қалай? Biz de Allah'a şükür жақсымыз. Bugün koy dәрілейінде жатырмыз. Koylar астын трактормен тазалап, осылай қамап қойдық. Бүгінгі бір видео болсын деп, қазір таңғы сағат 5 болып болды. Қозылардың ішіп өтіп, құрт түсіп жатыр, сол ішек құрттың дәрілерін альбен береміз, сосын ивермек саламыз. Қойлардың бәрі жатыр емес. Қазір бір 10 минутта бастаймыз. Бәріне ивермек саламыз. Сонымен альбенді жеткенше береміз ішек құртқа. Жетін лақ. Осы бізде басқа жаңалық жоқ, айтарлықтей. Қазір тағы да түсіреміз. Ауылға келдік. Қойлардың бәрін дәрілеп болдық. Қазір түскілік уақыт. Бағана 9-дарда дәрілеп біткенбіз. Сонымен қазір ауылға келіп, осы картошкалар түсірейін деп. Картошкалар бізде осылай гүлдеді. Осылай гүлдеп жатыр. Енді түбін тағы бір үйіп, сонымен бір суғарып жіберу керек. Мына жақтың бәрі осы, бәрі бірдей болып шығып тұр. Тышқандар жүрейін мынандай болып, кейбір жерлер осылай шіріп жатыр. Сонымен осылай гүлдеп жатыр. Мына жақтың бәрі осы шөп. Алдында 2-3 күн бұрын көделде жылқыны алып келгенбіз. Сол арқанда алып тұр. Жеген, жемеген таптап. Сонымен осындай ошақан шөптерді орып шығарып тастаймыз. Алдында шөп түсіргенбіз. Ол сияқты 800 пресс түсірдік қой. Бір 10 шақты күн боқ болды бұғанда келгеніне. Осының бәрін түсірейін деді. Бүгін күн ысып тұр. Қазір бір 36-37 градустай болып тұрейін. Сол, енді мына жаққа арпа сабан пресс түсіреміз. Бұяққа бір 400-500 пресс дейседі. Осы жаққа соған орындайын ақ қойдық. Мына жақтың бәрі осылай. Күн тура ортада тұр. Isып. Сол бізде бұл да жаздың бірінші айда бітуіне 2 күн қалды. Астында шөптер тазалап бұл жерде дайындап қоямыз. 800 пресс. Осы жоңашқа арасында қамыстар бар. Аралас кейбір жерлері. Бірақ көп жер жоңашқа 800 теңгеден ба? Сондайдан келді үйге. Өзіміз жинап алдық. Осылай. Үстіне тағы бір 100 пресс дейсияды енді. Мына жақтың бәрі осылай әдемі болып тұр. Алдында бір апта ма қайта жаңбыр жауып, енді жаңбыр қойып осылай күн ысып жатыр. Қыста қойлар тұрған базының іші. Бұның ішінде тазалап біттік. Таза қылып, тәшкі жарамай қалды. Бұны темірге өткізіп жіберу керек. Дөңгелек үстіне тиіп, сонымен болмай қалды. Мына жақтың бәрі осы. Мынандай қалып кеткендерді шығарып тастау керек. Сол бізде. Мына жақтың бәрі шөп. Оларды жылқы жейді. Мына жақтың бәрін орып тастадық. Осылай. Астауға су құйып, жаңа жылқыны суғарған.
байлап кешкілік бағана огородта тұрады. Сол жерде арқан алып түскісін үй жақта тұрады. Мына жақтың бәрін жеді алдым да. Мынау ұрғаш күшікті фазендаға апарып мынау ит алып келдік. Осы жатыр. Бұл анаяқта ұяласымен төбелесіп, сонымен қайта жара болып жүрісті. Сонымен аяқтарын құрттатып апты. Осы жақтар жазылмай жүр. Соны енді емдеп жатырық. Жатыр, салқын жерде үстіне су сеуіп қойдым. Мына жағында суы бар, суын құйып дайындап қойдық. Осы мына жақта прицеп тұр. Осы базарға мал тасимыз, фазендаға мал тасып мал әкелеміз. Солға мына осы жылқы бұл дөнен шықты. Енді осы көктемде айғыр шығады. Қазір осы жерге байладым. Денесі жылтырап, бойы өсіп қалған кішкене. Жылқы көсе кісінеп айғырлы істейді. Мынау тауық қоралар. Қазір осы жерде мынау шөптерді жегізіп отырмын. Осы жерде жеген жейді, қалған жемеген шөптерін орып шығарып тастаймыз. Мына жер тауықтар тұрған жер. Күзде азайтып тағы осы ауылға келеміз деп отыр енді. Ауылға қыстайтын болды. Фазендаға қыстағанға болмады биыл тағы. Осы шөп жеп алып. Босатып атқанда, байлағанда абайлау керек бұны. Тістейтін әдеті бар. Жорға. Сол бізде. Мына жақ ошақ, мына жақта құрттар тұр. Осындай сеткіда. Мына екі сеткі. Күніге фазендаға барғанда алып келеміз. 10 литрді сүт шығады. Соны алып келіп, соны күніге құрт май жасап жинап жатыр. Осындай гүлдер. Сол бізде басқа жаңалық жоқ. Ескі колонка. Бір слива ағашы. Осы бұлар әлі піспейді. Осындай жап-жасыл болып тұр әлі. Мына жақта пияз. Мына шөбін тазарту керек. Мына гүлдер ашып жатыр. Сол. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Біздегі жаңалықтар осы. Қойлар дәріленіп. Сол бір жұмыс бітті. Шек құрттың қозыларға, шек құртқа, бұлақ пен қозыға альбен бердік тағы. Үлкен қойларға үй вермек салдық. Қозы бәріне. Сол, сау болыңыздар.